компания екені белгілі. Болашақ шәкіртақысының егерлері өздеріне артылған үмітті ақтауда. Биыл 70-тен астам қазақстандық ресейлік жоғары оқу орындарын бітіріп шықты. Солардың бірі Шымкент қаласының тұрғыны Александр Жауғашев. Ол бірінші Мәскеу медициналық университетінің 250 жылдық тарихында тұңғыш рет үздік студенттің алтын медаль иеленіп отырған өзге ел өкілі. Бұл сыйлық 6 жылдық оқу нәтижесі бойынша ең білімді түлекке тапсырылады. Биыл Сеченев атындағы бірінші Мәскеу медициналық университетінің 1,5 мың студент аяқтады. Александр Жауғашев болса, студенттік олимпиадалар мен ресейлік байқауларда бірнеше рет жеңіске жеткен. Жалпы аталған жоғары оқу орын болашақ шәкіртақысын иеленген 14 адам бітіріп шықты. Олардың 5-еуі үздік диплом иегерлері. Это на самом деле большой шанс учиться по болашаку. Шынын айтқанда, болашақ бағдарламасы бойынша білім алу үлкен мүмкіндік, ал ел тарапынан артылған үмітті ақтау үлкен жауапкершілік. Ендігі жоспарым Қазақстанға қайтып отандық медицинаны дамыту.